Мен өз басым шүкір деп айтайын. Бала кезімнен Алланың бар екеніне, аруақтардың бар екеніне ешқашан күмән келтіріп көргем жоқ. Және аруақтардың қолдау беретінін де білем, оны сезіп те жүрем. Мына кейбіреулер сенбейді, сенген дұрыс. Бір жігіт хабарласып былай дейді: жолдасым, жақын жолдасым дейді. Мені ең жақын жолдас деп есептейтін дейді. Мен де солай есептейтінмін сол жігітті. Жақын жолдасым қайтыс болды дейді, 50 жасқа келіп. Артында ересек балалар қалды, тұрмысқа шыққан 2 қыз, ұлы бар, үйленген, әйел қалды. Сол жолдасының бір кемшілігі, қанша айтсаң да, ескерту жасасаң да көнбейтін. Құдайдың бар екеніне сенбейтін, аруақтардың бар екеніне сенбейтін, қолдау көрсетеді деген сөзге күлетін. Өліп қалған адам саған қалай қолдау көрсетеді? Өлді, шірді, қалды деп. Сол туралы талай дауласатынбыз. Сол жігіт 50 жасында қайтыс болды дейді. Содан кейін, 1 жылдан кейін мен бір түс көрдім дейді. Түсімде ап-анық барлығы дейді. Таңертең ерте тұрып, қақпадан шықсам, қақпаның сыртында силикат кірпіштер үйіліп тұрған дейді. Азын-аулақ. Соның үстінде ана жолдасым отыр дейді. Бір қызығы, мен оның өліп қалғанын білем дейді. Бірақ ешқандай қорыққам жоқпын дейді. Қасына барып, үй неғып отырсың деп. Ешқандай қорқыныш жоқ, екеуміз амандасып, немен отырсың, кір деп, ол үндемейді дейді. Кіргіздім үйге, шай бердім дейді, шай ішті. Немене сен жетім бала сияқты отырсың деп. Сосын бетіме қарады да, мен жетім баламын деп айтты дейді. Не айтып отырсың, сен әкешің бәрі болды ғой деп. Күліп едім дейді. Жоқ, иә бар олар дейді. Бірақ кезінде өзің білесің ғой, мен оларға бір рет Құран бағыштап көрген жоқпын. Сенбейтінмін. Оларды мен селқос қарсы алды. Ешкім менің келгеніме қуанған жоқ. Мен 2 дүниеде ешкімге керек жоқ жанмын дейді. О дүниеде әке-шешелеріме, ата-бабаларыма да керек жоқпын дейді. Мен оларды еске алмай, Құран бағыштамай қалай қарадым, олар дәл солай мені қарсы алды дейді. Ешқандай қуаныш болған жоқ. Керек қылған жоқ мені дейді. Бөтен адам сияқты мен оларға дейді. Және мен мына дүниеде де бөтенмін дейді. Білесің ғой дейді, мен балаларым қалай тәрбиелегенімді. Олар да Құдайға сенбейді дейді. Құран бағыштап көрген, маған бір рет Құран бағыштаған жоқ олар дейді, мен кеткелі дейді. Қазір де менде ешқандай байланыс жоқ мен олармен дейді. Егер де артында қалған ұрпағы Құран бағыштамаса, ешқандай байланыс болмайды екен дейді. Сонымен ол шайын ішті, кетіп қалды дейді. Содан біраздан мен оянып, көппен ойланып жаттым дейді. Ол расында да солай болатын дейді. Ешқандай Құран бағыштамайтын, сенбейтін, керек қылмайтын марқұмдарды. Балалары да солай өсті дейді. Қатым шығару, анау-мынау еш нәрсе білмейтін дейді. Мына әкелер қайтыс болғанда да 1-2 рет айттық, қойдық дейді. Балалары қатым да шығармайтын, Құран да бағыштамайтын дейді. Мына сондықтан 2 дүниеде керексіз болып қалған. Жаны, душасы, мына жолдас жігіттің дейді. 2 жаққада не онда жоқ, не мұнда жоқ болып, адам дел сал күйде болады екен дейді. Ана душа, никому не нужная душа. Ол Аллахтың алдында ешқандай қадір болмайды екен. Сені әке-шешең, ата-бабаларың құрметтемесе, қастерлемесе, сен олармен құрметтемесең, қастерлемесең, бала-шаған сені еске алып Құран бағыштамаса, онда Аллахтың алдында ешқандай дәрежесі болмайды екен. Сондықтан марқұмдарды үнемі еске алып, жайдан еске алмай Құран бағыштап жүру керек екен. Құран аруақтары бар, олар қолдау көрсетеді. Ал егер де оларды еске алмасаң, дәл сол сияқты олар да сені керек қылмайды екен.